Қайырлы күн. Бүгін мен сәбіз жайлы айтатын боламын. Мына өткенде видеода осы сәбізді қалай еккенімді көрсеткенмін. Енді осы сәбізді мен бүгін жекелеймін. Бұл сәбізді жекелеу керек. Не үшін жекелегенде? Бұл сәбіздің қисық болып өсуінің негізгі себептерінің бірі бұл қалың даңқылдарының түсуінен болады. Міне солардың бүгін жекелеп шығамын. Міне мысалға мына жерге тұқымның мына жеріндегісін мен жұлып тастаймын, шөптерін бәрін. Міне осындайларды жұлып тастау керек. Бұл бізге керек емес. Өйткені ертең сәбізіміз қисық әрі жіңішке болады. Біздерге ешқандай өнім бермейді. Міне мына жерде де негізі бұл сәбіздің топырағы осындай жұмсақ болу керек. Тағы осындай ылғалды болу керек. Бұл құп-құрғақ жерге болмайды. Міне мына жерде осындай қатар тұр ғой, міне. Осы мына жіңішкесін алып тастау керек. Мына ортасындағы да бізге керек емес. Мына өсіп тұрса да бұның бізге керегі жоқ. Өйткені ертең жіп-жіңішке болып қалады. Осылардың бәрі мен бүгін жекелендіріп шығамын. Өйткені сәбіз үлкен болу керек, әрі қисық болмау керек. Міне мына жерде мен жекелегенмін. Жекелегенде міне сирек болып тұр. Енді қалғандарын жекелеп шығамын. Міне мына жерде де мына жіп-жіңішке екен. Мындай майда шөптерін жұлып тастаймын. Керек емес. Мына жерде міне мынаны қара. Мынандай үшеу болып шығып тұрған екен. Мынасын алып тастаймын. Мына жерде майда шөптерінің бәрі керек емес бізге. Мына жерде де мынасы керек жоқ. Міне мына жекелендіру деген осы. Мен жылда сәбіз егемін. Өстіп жылда жекелендіріп шығамын. Мына жерде де еккен кезде білмейсің ғой, қай жерге тұқымдары түсіп жатыр. Мен бұны тағы топырақпен араластырып еккенмін. Осы білмей қаласың. Содан кейін сәбіздер шыққаннан кейін бір жерге мынандай бір тобы түскен. Осылардың жіңішкелерінің бәрін алып тастаймын. Мына жерде майда шөптер. Осыларды бірден алып шығу керек. Майда шөптерінде әйтпесе бұл өнім бермейді. Сәбіз сондай қисық болып өседі. Осындай қалың шөптерінің кесірінен. Осындай жекелендірілмегеннен кейін біз сәбізден өнім ала алмаймыз. Міне осылардың бәрін жекелендіріп шығып жатырмын. Мына жерден аңғара қалың болып түсіпті. Осыны нәзіктерін ғана жұлып тастаймын. Тек қана нәзіктерін алам. Міне. Мына жерде де осындай. Бұл сәбіз ылғалды кетірмеу керек сәбізден. Құп-құрғақ жерге сәбіз болмайды. Мынаны мен 2 күн бұрын суарғанмын, уже ылғалдылығы кетейін деп жатыр. Бүгін осы жекелегеннен кейін осыны суарамын. Суарғанда міне мен мына жерден арық, мына жерде арық бар, сол 2 арыққа су жіберемін. Осы арықтар толғаннан кейін бетіне шығады. Сөйтіп ылғалдылығы кетпейді. Міне мына жерге бір топ болып түсіпті. Осылардың мынандай жіңішкелерін жұлып тастайын. Кейбір осы сәбіздер
үлкен болып тұрғанмен жусан түбі кішкентай болып тұрады. Сол себепті қазірден бастап әлі бұл неге ерте, әлі түп жинаған жоқ, сол үшін жекелендіруге болады. Міне мына жерде мына жерде де тұқымы көп түскен ғой, мына жерде де. Осыларды жұлып тастаймын, бірлеймін. Жекелендіру керек, сәбізді ерінбейді. Осыны жекелемесен ешқандай өнім, еш нәрсе бермейді. Қисық болады сәбіз. Сәбізге шөп көп шығады, сосын су бере берген сайын шөп те шыға береді. Сәбізге жұмсақ топырақ керек. Қатты жерлерге дұрыс болмайды, сәбіз қатып қалады. Міне осы бүгін осы сәбіздерді жекелендіріп шықтым.